Уинстон Черчилл мен Клементин Хассе 50 жыл бірге өмір сүрген. Клементин күйеулеріңмен ешқашан керіспеңдер деп айтқан екен. Және ол күйеуіне және оның шешімдеріне қарсы шықпай, әрқашан қолдау көрсетіп отырған. Софья Андреевна әйгілі Лев Толстойдың жары, 13 баланың анасы. Бүкіл отбасының өмірін және күйеуінің жағдайын жасап, сонымен қатар жұмысына да қолдау көрсетіп отырған. Жұбайына қолдаушы, ақылшы әрі аудармашы, хатшы және редакторы болған. Джон Леннон жар таңдауда қателеспеді. Ол Йокомен танысқаннан кейін өмірі де жақсы жағынан өзгеріп, өнерде де жолы бола бастаған. Джонның мансабы асыл жардың ықпалымен биікке өрлей берген. Чарльз Ханзаданың бірінші жары Диана ханшайым қарапайым ағылшындардың жүрегінде мейірімділік пен сұлулықтың белгісі болып, және адал жары ақылды әйелдің бейнесінде сақталды. Өмір бойы ең көп уақытты қайырымдылық пен күйеуіне бөлген. Хюррем деген атпен танымал Роксолана Осман империясының сұлтаны Сүлейменді шексіз сүйген. Ол тіпті мұсылман дінін қабылдаған. Гаремдегі 300-ден астам қыздың бірде-бірі Хюррем жеткен биікке жете алмады. Сондықтан да болар, ол Осман империясының әйел билеушісі атанды.